Жасанды интеллект көмегімен Flickr платформасында мультипликация жасау. Flickr платформасы жасанды интеллект арқылы тексті видеоға айналдыратын құрал. Кез келген браузерге Multiplication Flickr деп жазып, аталған платформаға өтеміз. Біріншісін таңдаймыз. Google аккаунты арқылы кіруге болады. Кіргеннен кейін бізге керекті шаблонды таңдаймыз. Яғни мұнда біз идея деген шаблонды таңдаймыз. Идея шаблонын таңдап болғаннан кейін керекті тақырыптың атауын жазамыз. Мысалы, интернеттегі қауіпсіздік және желілік этикет тақырыбына видео жасаймыз. Ұзақтылығын 30 секунд, 1 минут немесе 2 минут деп беруге болады. Одан да көп беруге болады. Біз мұнда 1 минут деп таңдаймыз. Өзіміздің, мысалы, файлдарымызды, презентация немесе суреттерді, фотоларды да жүктеуге болады. Келесі следующий деген батырманы басамыз. Керекті өлшемді таңдауға болады. 9:16 портрет немесе квадрат тәрізді 1:1 немесе 16:9 деген өлшемдерді таңдауға болады. Берілген шаблондардың біреуін таңдайық. Келесін басамыз. Мұнда тілді қазақша белгілейміз. Диалект Қазақстан. Тон, ақпараттық немесе сақтандыру, шақыру, тербелік деген сияқты тон таңдауға болады. Біз ақпараттық деп таңдаймыз. Мақсаты, яғни біздің мақсатымыз түсіндіру және аудитория. Аудиторияда жастарды, студенттерді, мұғалімдерді, тағы басқа ата-аналарды таңдауға болады. Біз студент деген таңдаймыз. Келесі. Бізге текст дайын болды. Жеке мәліметтерді қорғау, желілік этикетті сақтау, қорытынды деген бөлімдерден тұратын текст шықты. Мұнда біз керекті текстті қосуға немесе алып тастауға да болады. Келесін басамыз. Мұнда 3 өлшемді модель таңдаймыз. Жасанды интеллектінің медиасы деген жерге мұнда 2, яғни дауысты таңдауға болады. Ер адамның дауысымен немесе әйел адамның дауысын таңдауға болады. Біз әйел адам дауысын таңдаймыз. Келесі. Файлымыз құрылып жатыр. Видеомыз құрылуда. Дайын болды. Қараймыз. Интернеттегі қауіпсіздік және желілік этикет. Интернетте жүргенде өзіңізді қалай қорғау керектігін білесіз бе? Желілік этикетті сақтау неге маңызды? Бұл сұрақтарға жауап іздейік. Жеке мәліметтеріңізді ешкімге бермеңіз. Парольдеріңізді құпия сақтаңыз және әр түрлі платформалар үшін әр түрлі парольдер қолданыңыз. Әлеуметтік желілердегі профильдеріңіздің құпиялылық параметрлерін тексеріңіз. Бөгде сілтемелерге баспаңыз және күдікті хаттарды ашпаңыз. Фишингтік шабуылдардан сақ болыңыз. Антивирустық бағдарламаларды үнемі жаңартып отырыңыз. Интернетте басқалармен сыпайы сөйлесіңіз. Ұят сөздерді қолданбаңыз және басқалардың пікірін құрметтеңіз. Кибербуллингке жол бермеңіз және оған қарсы тұрыңыз. Авторлық құқықты сақтаңыз. Басқалардың жұмысын рұқсатсыз көшірмеңіз және пайдаланбаңыз. Ақпаратты тексеріп, жалған ақпарат таратпаңыз. Интернетте қауіпсіз болыңыз және желілік этикетті сақтаңыз.
Бұл сіздің және басқалардың онлайн тәжірибесін жақсартады. Осы кеңестерді достарыңызбен бөлісіңіз және интернетте жауапты азамат болыңыз. Ең аяғында скачать, яғни жүктеп алу батырмасын басып, өзімізге сақтап аламыз.